Айдана, мен қазір сені таныстырам, айтып өтем. Потом дальше өзің жалғастырасың. Соңында сұрақтар болады. Мгм. Уходите. Қайырлы күн, қымбатты әріптестер. Бүгін біз онлайн журнал клубының кезекті баяндамасын бастаймыз. Бүгін Астана медицина университетінің неонатология кафедрасының резиденті Нұрмағамбетова Айдана Талғатқызы некротикалық энтероколиті бар шала туылған нәрестелердегі нейродаму нәтижелері, жүйелі шолу және метаталдау мақаласын талқылайтын болады. Дорогие коллеги, сегодня на онлайн-сессии журнального клуба резидент-неонатолог кафедры неонатологии медицинского университета Астана Нурмагомбетова Айдана Талгатқызы обсудит статью «Результаты развития нервной системы у недоношенных детей с некротическим энтероколитом. Систематический обзор и метаанализ». Прошу, коллеги, отключить звук и послушать статью. Хорошо? Айдана, сөз кезегі сізде. Сәлеметсіз бе, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздегі тақырып некротикалық энтероколиті бар шала туылған нәрестелердегі нейродаму нәтижелері, соларға жүйелі шолу және метаталдау болып саналады. Статьяның авторлары Ян Ван, Шуан Ли, Ню, Тао Хуан, Лян Хуан. Жалпы бұл статья бізде Еуропалық педиатрия журналынан алынған. Алғаш рет онлайн түрде 2024 жылы 31 сәуірде жарияланған. Жалпы Еуропалық педиатрия журналы бізде педиатрия саласында барлық аспектілерін қамтитын рецензияланған журнал болып табылады. Клиникалық педиатриялық тәжірибелерге тікелей әсер ететін жаңа клиникалық зерттеулер туралы мақалалар жариялайды үнемі.
шығарылымдардың қысқа уақытта жариялануы ол жақтағы редакторлардың өз жұмысына деген жауапкершіліктері педиатрия саласындағы жаңа жетістіктерге деген құлшыныстықтарын көрсетеді. Педиатрия саласындағы өзекті тақырыптар бойынша мақалалар жинақталынып отырады. Бұл журналдың импакт факторы 3/7. Жалпы статьяда презентация ретінде жасадым. Презентацияның жоспары бірінші осы зерттеудің өзектілігі, жалпы зерттеу бойынша кіріспе, зерттеудің мақсаты, зерттеу әдістемелермен алынған ақпараттар көзі, талдау және де зерттеу қорытындысы болады. Жалпы бұл зерттеудің өзектілігі осы неонатальды некроздаушы энтероколит жаңа туылған нәрестелер арасындағы өлім жітімнің жоғарғы көрсеткіштермен байланысты болса да, бірақ әлі күнге дейін аман қалған ұзақ мерзімді балаларда әртүрлі ұзақ мерзімге созылатын салдар тап болады. Дегенмен де шала туылған нәрестелердегі осы некроздаушы энтероколит және де нейродаму бұзылыстары арасындағы байланысты анық емес болып келе жатыр. Осы неонатальды некроздаушы энтероколит және де шала туылған нәрестелердегі нейродаму нәтижелері арасындағы байланысты зерттеу үшін PubMed, Embase және Cochrane Library'ден 2024 жылы ақпан айына дейін жинақталған тиісті зерттеулер ақпараттар жиналды. Қамтылған зерттеулерге шала туылған нәрестелердегі НЕК кезіндегі нейродаму нәтижелері туралы есеп берген когорттық және де жағдайды бақылау зерттеулері кірді. Кіріспе. Некроздаушы энтероколит неонатальды кезеңде пайда болатын асқазан ішек жолдарының ауыр ауру болып табылады және де нәрестелер өлімінің негізгі себебі болып табылады. Қазіргі таңда неонатальды реанимация бөлімшесінде ауру жиілігі 2-5% құрайды. Өте төмен салмақты балалар арасында жиілігі 2-7%-ке дейін. НЕК-тен некроздаушы энтероколиттен болатын өлім жітім деңгейі қазіргі уақытта 20-30% құрайды. Сонымен қатар тірі қалған балалардың арасында 9-36%-ке дейін қысқа ішек синдромы және де ішек стенозы сияқты ұзақ мерзімді асқорту асқынулары болады. Асқорту асқынуларынан басқа некроздаушы энтероколит бар балаларда жүйке дамуының бұзылуы қаупі бар. Бұл балаларда жүйке дамуының бұзылыстары жиілігі шамамен 40%-ті құрайды. Бұл жаңағыдай некроздаушы энтероколиті жоқ балаларға қарағанда 2 есе көп көрсеткіш болып саналады. Зерттеулер НЕК бар балаларда интракраниальды қан кетудің, перивентрикулярлы лейкомаляцияның, церебральды сал ауруының және де көру мен есту қабілетінің ауыр бұзылуының жоғарғы қаупін көрсетеді. Сонымен қатар НЕК кезінде хирургиялық ем жүйке жүйесінің дамуының бұзылуы қаупін одан әрі арттырады. Көптеген зерттеулер неонатальды кезеңінде некроздаушы энтероколит бар балаларда жүйке даму бұзылыстары қаупінің жоғарылауын таба алмады. НЕК диагнозымен аман қалған балаларда жүйке даму бұзылысының әртүрлі хабарланғанымен зерттеулердің көпшілігі ол жүктілік мерзімін, баланың туғандағы салмағын және де туғанға дейінгі инфекция сияқты ми жарақаттарына байланысты да басқа да факторларды еске алмаған болып саналды. Атап айтқанда кейбір зерттеулер балалық шақтағы НЕК-тен аман қалған балаларда назардың жетіспеушілігі сияқты мінез-құлық проблемалардың жоғары қаупін болжайды. Ал кейбір деректерде мұндай баланстар мүлде байқалмаған. Сол себепті де бұл жүргізілген зерттеу метаанализ түрінде жасалынған. Яғни метаанализ дегеніміз осы уақытқа дейін жүргізілген зерттеулердің бәрін жинақтап, толықтай оны жүктеумен жүргізіледі. Бұл зерттеу осы сәйкестіктерді жоюға бағытталу мақсатымен жасалды. Некроздаушы энтероколит және де оның балалардағы неврологиялық салдарынан жан-жақты шолу жасалынған. Бұл талдау некроздаушы энтероколиті бар балаларда мидың әртүрлі функционалдық және де мінез-құлық бұзылыстарының жүйелі бағалауға негізделген. Бұл ақпарат некроздаушы энтероколиті бар балалар үшін мақсатты ерте оңалту шараларын жүргізу үшін алдын ала
өте құнды анықтама болып саналады. Зерттеу әдістерімен алынған деректердің көзі. Жүйелі шолулар мен метаанализдер талдаулау үшін таңдаулы есеп беру элементтері нұсқаулықтарынан кейін ғана барып, жүйелі шолу және де метаталдау жүргізілген. Протокол мен іздеу стратегиялары бізде Просперада тіркелген. Қатысты зерттеулерді анықтау үшін бізде PubMed, Embase және де Cochrane Library'де жүйелі іздеу жүргізілген. Бұл талдауға тек қана ағылшын тілінде жарияланған адам зерттеулері ғана таңдалып алынған. Егер де зерттеуде бір-біріне сәйкес келген қатысушылар болса, зерттеу көлемі ең үлкен зерттеу дерегін таңдалып алған. Сондай-ақ енгізілген зерттеу мақалаларынан мета-талдаулар және де шолулардың сілтемелерін қолмен қарап шығу арқылы қосымша үміткерлер де енгізіліп отырған. Деректерді іріктеу критериялары. Бізде алынған барлық деректерді сұрыптай отырып, мына критерийлер бойынша таңдалып алынған. Егер де бізде біріншіде когорт немесе жағдай бақылау дизайны бар болса, шала туылған нәрестелердегі ми жарақаты, кез келген мүгедектігі, ауыр мүгедектігі, көру қабілетінің бұзылуы, есту қабілетінің бұзылуы және де тілін кешігу мен мінез-құлық қиындықтары барлар, және де некроздаушы энтероколит диагнозының критерийлеріне сәйкес келетін балалар жағдайлары. Сонымен қатар қауіп коэффициенті 95%-тен жоғары болатын балалар деректері алынған. Барлық жинақталған деректердің ішінде бізде жай ғана бір ғана жағдайға шолу болатын болса, жануарларға қатысты зерттеу болатын болса, толық мерзімді жаңа туылған нәрестелерге бағытталған зерттеулер болса, қайталанатын сәйкес деректер болатын болса, және де операциясыз емделген нектерден балалар болса, осы зерттеулер толықтай алынып тасталған. Әдебиеттерді іздеу және таңдау. Кешенді іздеу нәтижесінде бізде 5287 мақала алынған. Оның ішінде PubMed'тен 1122, Embase'ден 3086, Cochrane Library'ден 1079 дерек көз алынған. Кең ауқымды скринингтен кейін қосып алу үшін 33 зерттеу таңдалым алынған. Оның ішінде 15 когорттық зерттеу және де 18 жағдайды бақылау зерттеуі болып табылады. Таңдалған 33 зерттеулер 1989 жылдан бастап 2023 жылға дейінгі жарияланған зерттеулер болды. Географиялық тұрғыдан алатын болсақ, зерттеулер Солтүстік Америкада 14, Еуропада 9, Австралияда 4, Қытайда 1, Японияда 2, Тайвандағы 2 зерттеу түрі алынған. Бұл жерде туылу салмағы мен гестациялық жас критериялары әртүрлі болды. 15 зерттеуде балалардың салмағы 1000-нан төмен болған, 16 зерттеуде балалардың салмағы 1500-ден төмен болған, ал қалған 2 зерттеулерде жалпы шала туылған нәрестелер қатысқан. Мұнда толық зерттеулер іріктеу қалай жасалғаны графикада көрсетілген. PubMed'тен іздеу стратегиясы бойынша анықталған 5287 әдебиеттің жаңада айтып өткендей 1122, Embase'ден 3086, Cochrane'нен 1079 алынатын болса, соның ішінен 2109-ы көшірмелі ақпараттар екен анықталып алынып тасталған. Одан кейін бізге қосымша шолу үшін 3178 әдебиет қайта алынған. Оның ішінде бізде 3105 зерттеу алып тасталынған. Себебі олар тек қана шолу түрінде болған зерттеулер болған. 35 зерттеу жануарларға арналған эксперименттер болған үшін алынып тасталған. Маңызды емес деп саналынған 2604 зерттеу алынып тасталған. Одан кейін бұл қалған деректерден бөлек егжей-тегжейлі бағалау үшін 73 толық мәтін қалдырылды. Оның ішінде 40 зерттеу түрінде, 5 пікірленген жағдай түрінде, олардың ішінде қайталанған 1 болған, деректерде қажетімсіз деп саналған 22-сі болған. Соңында қорытындылай келе ең қажетті деп фильтрден өткен тек қана жаңағы 33 әдебиет көзі қалған. Енді нәтижелерге келетін болсақ, бұл зерттеулерден некроздаушы энтероколит кезіндегі ми жарақаты
карынша-ішілік қан кету және де перивентрикулярлық рекомаляция шала туылған нәрестелерде босанғаннан кейінгі ерте кезеңде пайда болатын мидың алғашқы зақымдануы және де неврологиялық дамудың ұзақ мерзімді проблемаларының маңызды қауіп факторлары болып табылады. Бұл зерттеулер некроздаушы энтероколит бар балаларда ауыр қарынша-ішілік қан кету және де перивентрикулярлық рекомаляция қаупі нек жоқ балаларға қарағанда жоғарғы екенін көрсетеді. Қазір оған тоқталатын боламыз. Міне мұнда екі тәуелсіз зерттеуші осы жастар 12 айдан асқан балалардың ми зақымдануы мен нейродаму нәтижелері туралы түзетілген деректер шығарды. Олардың ішінде ықтимал коэффициенттер кездейсоқ әсерлер моделі арқылы біріктірілген. 6346 нәрестені қамтыған 15 когорттық зерттеу мен 18 жағдайды бақылау зерттеулерін жаңағыдай алды деп айттық. Енді солардың ішінде түзетілген және түзетілмеген мета-анализі осы некроздаушы энтероколит пен жүйке жүйесінің даму бұзылыстары коэффициенттерінің жоғарылау арасындағы маңызды байланыстың бар екенін көрсетеді. Жеке-жеке аурулардың жеке-жеке осы некроздаушы энтероколиттің әсері бар ма жоқ па бөлек-бөлек диагностика жасалынған. Мысалы, травматикалық ми жарақаты үшін біріктірілген ауыр интравентрикулярлық қан кету мен некроздаушы энтероколиттің байланысына келетін болсақ, олардың ықтималды қатынасы 1:42-ге тең. 95%-ға дейін кездесуі мүмкін. Қауіпті жаңағы интервал, қауіптілік интервалы 1:4-6-дан 2:46-ға дейін барады. Ал перивентрикулярлы рекомаляция мен некроздаушы энтероколиттің арасындағы байланыс ықтималдылық коэффициенті бізде 2:55, тоже 95%-ке дейін жолығуы мүмкін. Интервал 1:7-6-дан 3:69-ға дейін. Және де бізде некроздаушы энтероколит кезінде оперативті және оперативсіз ем болуына байланысты осы оперативті түрде емделген нек кезінде бізде жүйке жүйесінің даму бұзылыстарының коэффициенті жоғары екендігі көрінген. Себебі консервативті түрінде емделген нек кезінде ықтималдылық пайызы 1:57 болса, операциялық түрінде 1:78 болған. Ал интервалдары бізде консервативті ем түрінде 1:2-ден 2-нің арасын құрайтын болса, ал оперативті емдейтін балалардың арасында 1-ден 2:9-3-ге дейін барған. Ал бірақ перивентрикулярлы рекомаляцияның дамуы осы оперативті консервативті еммен емделген балалар арасындағы жаңа жолығу жиілігінің айырмашылықтары анықталмаған. Және де тағы да осыны жалғастыратын болсақ, бұл талдау бойынша шала туылған нәрестелердегі жүйке жүйесінің даму бұзылуының қаупі некроздаушы энтероколит кезінде айтарлықтай жоғары екенін көрсетеді. Жаңа атап өттік, 95%-ға дейін. Зерттеулерде некроздаушы энтероколит көру қабілетінің бұзылуымен және де есту қабілетінің бұзылуымен айтарлықтай байланысты екендігін көрсетті. Алайда ақпаратта бізде жаңа гестациялық жасы, салмағы, пренатальды гормондар өзгерісі, инфекциялар және тағы да басқа қоса алғанда ілеспе факторлардың ескере отырып түзілмегеннен кейін некроздаушы энтероколит пен церебральды парализ басталу арасындағы байланысты анықтаған жоқ. Сондай-ақ некроздаушы энтероколит ауырлығының мидың дамуына әсерін зерттейді. Хирургиялық емделген некроздаушы энтероколит тобымен салыстырғанда консервативті емделген некроздаушы энтероколит тобындағы ауыр жүйке жүйесінің даму бұзылыстар қаупі жоғары болды. Мұнда атап өттім. Функциональды дамуға келетін болса, хирургиялық емделетін некроздаушы энтероколит тобында хирургиялық емес некротикалық энтероколит тобына қарағанда қозғалтқыштықтың, интеллектуалды және сөйлеудің кешігу қаупі жоғары. Мына жерде бізде графикада шала туылған нәрестелердегі жоғарғы жүйке даму бұзылыстары мен
некроздаушы энтероколит арасындағы шұңқыр тәрізді байланыс диаграмма көрсетілген. Яғни мына нүкте түрінде көрсетілгендер ол бір-біріне байланыстығын көрсетеді. Яғни бізде некроздаушы энтероколит бәрібірде осы жүйке жүйесінің даму бұзылыстарына көп септігін тигізетінін байқаймыз. Енді осы зерттеуге талдау жасайтын болсақ, бұл кезде 6346 қатысушыны қамтыған 33 зерттеудің ішінде метод талдаудағы некроздаушы энтероколит әртүрлі ілеспе факторларға түзету енгізілгеннен кейін де жоғарғы жүйке жүйесінің даму бұзылыстар жиілігінің жоғарылауымен байланысты екенін көрсетеді. Және де нектен туындаған мидың зақымдануы мен нейродаму бұзылыстарының механизмдері түсініксіз болып қалады. Бірақ та әртүрлі себеп, осындай себептер болуы мүмкін деген бір-екі варианттарды айта өтейін. Нектен туындаған мидың зақымдану механизмдері көп факторлы. Мысалы, церебральды гемодинамикадағы өзгерістер некроздаушы энтероколиті бар балаларда миға зақым келтіруі мүмкін. Сонымен қатар некроздаушы энтероколиті бар балаларда әсіресе осы хирургиялық араласуларды қажет ететін түрлерінде гипотензия, шоу және де ацидоз жиі кездеседі. Ол да әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар оларда цереваскулярлық реттеу функциялары зақымдануы, церебральды қан ағымын төмендеу және де кейінгі гипоксия мен ишемияға алып келуі мүмкін. Сонымен қатар қабыну реакциясы, яғни некроздаушы энтероколиттен туындаған мидың зақымдануының маңызды механизмдері болып саналады. Нақты зерттеулер бізде осы жануарларға жүргізілген дедік қой. Осы жануарларға жүргізілген тәжірибелерден қарайтын болсақ, некроздаушы энтероколит модельдерінде мидың тосқауыл функциясының бұзылуын көрсетеді. Бұл қабыну процестерінің ми тіндеріне енуіне, микроглияның белсенуіне, нейроинфляцияны тудыратын және де сайып келгенде гиппокамптағы, базальды ганглиядағы және де ми қыртысындағы нейрондардың, олигодендриттердің және нейрондық прогенеторлық жасушалардың санының азайтуына мүмкіндік береді. Ол да бір септігі болып саналады. Сонымен қатар миға қабыну факторларының ағынынан басқа некроздаушы энтероколит кезінде жіңішке ішектің толу тәрізді рецепторларының сигналдық жолын белсендіру жоғары қозғалтқыштары бар бокс-1 тобының ақуызын бөлінуіне әкеледі. Содан кейін барып ол микроглияға еніп, оны белсендіреді. Нәтижесінде нейрофункционалды бұзылулар пайда болады. Сонымен қатар некроздаушы энтероколит кезінде энтеральды СДТ миға еніп, интерферон шығарады. Мидағы микроглияны белсендіреді және мейлінің жоғарылауына әкеледі. Сонымен қатар бізде шала туылған нәрестелердің ми дамуының алғышарты болып тиісті тамақтану, яғни уақытылы керек көлемде тамақтану болып саналады. Осы алғашқы кезеңде шала туылған балалардың дұрыс тамақтанбауы ми жасушалар санының азаюына, миелин өндірісінің бұзылуына және де синапс түзілуінің төмендеуіне алып келуі мүмкін. Некроздаушы энтероколит бар балалар көбінесе босанғаннан кейін ерте кезеңде көбінесе біз парентеральды тамақтандырамыз, тамырішілік және де ол ұзаққа созылуы мүмкін. Осы себеп салдарлар әсер етуі мүмкін деп анықталды. Қорытындылай келетін болса, бұл метод талдау некроздаушы энтероколит және жүйке жүйесі дамуысының бұзылыстары арасындағы байланысты көрсететін дәлелдерді ұсынды. Сонымен қатар ішек зақымдануының ауырлығы сәйкесінше жүйке жүйе дамуының бұзылыстарына да жоғарылау қаупіне алып келетіндігін көрсетті. Бізге зерттеуге дейін мысалы некроздаушы энтероколит неонатальды кезеңдегі ауыр ішек ауруы, өлім-жітім деңгейі жоғары, ал тірі қалған балаларды асқорту жолдарының әртүрлі асқынуларына алып келуі ол белгілі болды. Және де некроздаушы энтероколит жоқ балаларда некроздаушы энтероколиті жоқ шала туылған нәрестелермен салыстырғанда некроздаушы энтероколиті бар балаларда бас ми жарақаты және нейродаму бұзылыстарының кездесу жиілігі әртүрлі екендігі белгілі болды. Бірақ нақты деректер болған жоқ. Ал осы зерттеулерден кейін жаңа туылған нәрестелердің бас миының жарақаттануының және жүйке дамуының бұзылуларының қаупі
некроздаушы энтероколит бар шала туылған нәрестелерде некроздаушы энтероколиті жоқ нәрестелерге қарағанда жоғарғы екенділігі нақты анықталды, және де жүйке жүйе дамуының бұзылыстарының қаупі консервативті емделген топқа қарағанда хирургиялық ем алған нәрестелерде жоқ екені нақтыланды. Және де некроздаушы энтероколиті бар балаларда моторлық, когнитивтік, сөйлеу және зейін тапшылықтары қаупін арттыратын қаупі артық екені анықталды. Бұл мета-анализге өзінің кемшіліктері және артықшылықтары бар. Бұл зерттеудің артықшылықтарына келетін болсақ, осы зерттеу арқылы жоғарғы жүйе даму бұзылыстары мен некроздаушы энтероколит арасындағы байланыс туралы сенімді қорытындыларды алу ықтималдығын айтарлықтай арттырды. Яғни болашақта осы екеуінің байланысын, екі аурудың байланысын және де оны тереңдей зерттеуге жол ашып берді. Жоғарғы жүйесінің даму бұзылыстары мен нек арасындағы оң байланысты ілеспе факторларды ескере отырып түзілгеннен кейін де сақталды. Бұл зерттеу нәтижелерінің жоғары сенімділігін көрсетеді. Біздің зерттеуіміз бұл зерттеу сонымен қатар жоғарғы жүйе даму бұзылыстарының әртүрлі түрлеріне жеке қарастырумен ерекшеленді. Яғни жеке жүйе даму бұзылыстарына біркелкі қарамай, олардың арасында көп жиі кездесетін, осы шала туылған балалар арасында жиі кездесетін ауру түрлеріне жеке-жеке талдау жасалынды. Сонымен қатар кемшіліктеріне де өзінің шектеулеріне тоқталатын болсақ, біріншіден енгізілген зерттеулердің көпшілігі баланың неврологиялық дамуына әсер ететін факторларды, мысалы гестациялық жасы, туу салмағы, тууға дейінгі анасында болған инфекцияларға түзетпеген, яғни ол мәліметтер алынып тасталынбаған және де іріктелініп жасалынбаған. Екіншіден, жоғарғы жүйке даму бұзылыстарының анықтамасына сәйкессіздік бар және де қолданылған бағалау критерийлері бірдей болған жоқ. Себебі әртүрлі зерттеу жан-жақтан алынғаннан кейін олар әртүрлі сферадан өзінің критерийлері бойынша жасалған болды. Оған да қатты мән берілмеген. Сонымен қатар үшіншіден, зерттеудің көпшілігі ретроспективті болған. Назарларыңызға рахмет. Баяндамаңызға рахмет, Айдана. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады, микрофон қосып, немесе чатта қойсаңыздар болады. Коллеги, можете задавать вопросы в чате или включив микрофон. Коллеги, есть вопросы? Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, Айдана, сізге рахмет. Баяндама өте қызықты және де актуалды тақырып болды деп ойлаймын. Және пайдалы болды деп ойлаймын. Құрметті әріптестер, осымен Астана медициналық университетінің неонатология кафедрасының резиденттерінің баяндамасы толық аяқталды. Астана медициналық университетінің неонатология кафедрасына өз алғысымызды білдіреміз. Келесі баяндама жалғасады, және де баяндаманы ссылка жіберіп отыратын боламын. Келесі аптада көріскенше.